Еліміздің және әлемдік оқу орындары туралы ақпараттар мен ғылыми жаңалықтарын Азан радиосы эфирінде әр сенбі және жексенбі күндері сағат 16:10 Білім Ленд хабарынан тыңдаңыз. Аутизм, Дауна синдромы, ЗПР немесе ЗРР бұл диагноздар қазір құлағымызға жиі естілетін болды. Адами капиталдың дамуымен бірге қоғамның өзгеруі де, туу көрсеткішінің артуы да дені сау ұрпақ сапасына қатысты өзекті мәселелерді алға шығарды. Балалардың дамуында кездесетін проблемалар, инклюзивтік оқыту, арнайы білім беру мәселелеріне қатысты сауалдарымызға жауап беретін студиямызда осы саланың білікті маманы бар. Дефектология саласының эксперті Жұмалиева Бибігүл Сапарғалиқызымен қазір Азан радиосы алаңында Білім Ленд хабар аясында тілдесетін боламыз. Бибігүл Сапарғалиқызы, қош келдіңіз. Уақыт тапқаныңызға көп рахмет. Алдымен сізге жолдағымыз келетін алғашқы сауал. Сау болып туылған бала жүре бара тіл кемістігіне ұшырауы мүмкін бе? Өйткені қазір ата-аналардың арасында балалардың кешеуілдеп сөйлеу тіліндегі проблемалары өте жиі айтылып жатыр. Егер бала өмірге келгенде бірден шыңғырып туса, яғни баланың тілі артынан жақсы дамиды деген сөз. Бірақ бұл әлде дәлел емес. Бала туылғаннан кейін, бір жасқа дейін оның өзінің бір несі бар, кезеңдері бар. Бір-екі айда бала уілдейді, былдырлап сөйлейді, біртіндеп, содан кейін дауыстап, әртүрлі буын сөздер айта бастайды. Бұл енді баланың тіл дамуының жақсы дамып келе жатыр деген сөз. Егер бала туылған кезде ол бірден білінбеуі де мүмкін. Баланың әртүрлі себептермен бас ми қабаттарында, мысалы тілдің зоналары бар, еститін, көретін, сол ми қабаттарында осы бөлшектер, бөлімдер зақымданса, баланың да тілі немесе кеш дамуы мүмкін. Бірақ кейбір жағдайларда бала жақсы дамып келеді, тілі, барлық психикалық функциялары бәрі жақсы дамып келеді, бірақ бертін келе 3 жастан бастап балада уже басталады. Баланың тілінің дамуы кеш екені байқалып жатады. Бұл әрине баланың ортасы, яғни бала қарым-қатынас жасағанда ата-анасымен, қоршаған адамдармен, балабақшаға барса тәрбиешілермен деген сияқты балалармен, өзі қатарлы балалармен қарым-қатынаста бала жақсы дұрыс сөзді естімесе, өзіне арналған нұсқауларды, заттардың атын атау, немесе сөздерді естімесе, яғни баланың сөздік қоры болмайды. Көбіне бұдан не айтуға болады? Бұдан баланы дамып келе жатырғанда, баланы әрқашан іште жатқанда баламен сөйлеседі ғой. Кішкентай кезінен 1 айлықты 2 айлықтан бастап баламен сөйлесу керек. Баланың өзіне қараған реакциясы болады. Бала бәрін сезеді, өзіне айтқан. Егер балаға күлімсіреп жақсы сөз айтсаң, бала саған солай жауап береді. Қатты сөйлесең, бала жылап қалады. Яғни бала бәрін сезеді. Ал енді қазіргі жағдайда, қазір айтып отырсақ, қоғамдағы осы бір қазір кесел болып келе заттардың бірі, бұл балаға ата-ананың жалпы қоршаған орта, атасы болсын, әжесі болсын, бауырлары болсын, баламен сөйлеспейді, тілдеспейді. Яғни қазір балалармен қарым-қатынаста ата-ананың рөлі баланы тәрбиелеу, баламен жұмыс жасау керек қой. Көбінесе ата-аналар әртүрлі себептермен балалармен шұғылданбайды, баланың қолына смартфонын береді де, сонымен осымен мен барлық жағдайын жасадым, өзіме баламы тәрбиелеп жатырмын деп ойлайды. Көп жағдайда бала соны қазір бізге мысалы орталыққа келіп жатқан балалардың тек қана тіл дамуының кемістігі деп айтпаймыз, себебі бұл балалардың іс-қолдары, ұсақ моторикасы, жалпы моторикасы дұрыс дамымаған. Балалар допты, қолына алынған ойыншықты, немесе кез келген затты дұрыс ұстай алмайды. Допты лақтыра алмайды, оны қабылдай алмайды. Осындай көп бұзушылықтар бар физикалық тұрғыда. Сондықтан да бұның бәрі жасанды қолмен жасалып отырған нәрсе деп айтуға болады. Өйткені расында қазір жұмыс бастылық
ата-ананың үнемі қаржы көзін табу, қарыздарды жабу деген сияқты осындай желеумен көптеген ата-аналар расында кейде осы отбасыға көңіл бөлу мәселесіне келгенде әттеген-ай деген тұстар бар, оны қоғамда көріп естіп жатырмыз. Жалпы бұның бір зардабы бұл асырап отырған балаға келеді. Өзіңіз айтқандай баланың әлеуметтенуі, қалыптасуы, тұлға болып дамуы. Ал енді Бибігүл Сапарғалиқызы психикалық және неврологиялық ауытқушылардың алғашқы белгілері қандай болады? Айталық, қай жаста анық байқалады, қай жаста ата-ана дабыл қағу керек? Енді бала туылғаннан кейін олар дәрігердің қарауында болады ғой. Бір жаста, бір айда бала невропатолог, хирург мамандарының бақылауында болады. Сол кезде бірден байқалады. Бала 30 күннен кейін, туылғаннан кейін 30 күнге дейін кейін бала басын ұстай алмаса, немесе аяғын тік тұра алмаса, немесе былдырлаған сөздер дыбыстар бере алмаса, эмоциялық қарым-қатынасқа түспесе, бірден байқауға. Сонымен бірге бала себепсіз қатты жылай беретін болса, жылаған кезде шалқалап құлай беретін болса, бет-аузы, әсіресе аузы жағында көгеріп, бала қатып, кеуде айтады ғой, талып қалатын бір уақытша, 1-2 минут талып қалатын уақыттар болатын болса, ол неврологиялық аурулар бар деген сөз. Яғни ата-ана бұндай жағдайлардың барлығына мән беру керек, уақытында. Енді осындай симптомдары бар, белгілері бар балалар өкінішке орай кейде дамуында, қалыптасуында бір ақаулар, қосымша ақаулар болып жатады. Әсіресе айталық аутикалық спектр бұзылған балалар, аутизм белгілері бар, немесе дауна, яғни бұның барлығын біз жіктеп айтқанда топтасақ ерекше балалар дейміз ғой. Осы ерекше балалармен қарым-қатынас орнатуға келгенде қатардағы қалыпты балалар, әсіресе олардың ата-аналары бір күдікпен қарайды, қауіп күтеді. Осы орайда айтыңызшы, ерекше балалар қауіпті ме? Өздері үшін, өзгелер үшін, жалпы қоғамға? Енді қоғамда, балабақшаларда, мектептерде ерекше балалар саны көбейіп жатыр. Қазір енді инклюзивті білім беру болғасын, жалпыға міндетті білім алуға құқылы әрбір бала. Сондықтан да ерекше балалар қазір мектептерде, балабақшаларда тәлім-тәрбие алып жатыр. Енді қоғамға қауіпті ма деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл балалардың енді ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың түрі көп қой. Соның ішінде аутикалық спектрі балалардың ішінде агрессивті түрлер балалар бар. Сонымен қатар ақыл ойының орташа және өте ауыр дәрежедегі балалар қоғамға қауіпті деп айтуға болады. Ол қалай қауіпті? Олар жан-жағында балалармен бірге қарым-қатынаста ұрып қалады, соғып қалады, тістейді, бастарынан неше түрлі ойыншықтармен соғады, немесе осы уақытқа дейін жағдайлар болды. Мектепте балалар көзін шұқып алып, күні кеше Астанада болған, лифтіде болған жағдайды келтіруге болады ғой. Ерекше бала қалыпты балаға пышақ сұққаны сынды. Ол неврологиялық түрде нерв жүйесі бұзылған балалар қоғамға қауіпті. Ата-аналар енді көп жағдайда бұндай балалармен қарым-қатынасқа түскенде әрине олар баласы үшін әрбір ата-ана қорқады ғой. Сондықтан да бұл кейбір балаларда мен айтар едім, инклюзивті білім беруге өте қарау керек. Осындай түрдегі балалар, әсіресе ақыл ойының ауыр және орташа дамуындағы балалар, оларды арнайы мекемелерде бақылауда болу керек. Түсінікті. Енді қоғамда жай қатарда күнде көзіміз көріп жүрген балалар болатын болса, ерекше балалар, демек олардан алаңдаудың, қорқудың қажеті жоқ деп санау керек қой ата-аналар. Егер мысалға балабақшада болмаса біздің бір ойын алаңында дауна балаларды көрсек, өйткені арнайы мамандардың сараптамасымен, рұқсатымен бұл балалар қоғамға қауіпсіз, ортаға бейімделуге болады деген рұқсатымен берілгеннен кейін, мамандардың тиісті пайымнан кейін ол балалар ортада жүреді ғой. Сондықтан қауіпті баланы әрине онсыз да мамандар оқшаулау керек деп айтып жатады. Енді осы орайда Бибігүл Сапарғалиқызы, жалпы осы психоневрологиялық ауытқулар тұқым қуалайды деген бір
жаңсақ пікір бар қоғамда. Әсіресе осы ерекше балаларды тәрбиелеп отыратын ата-аналарда кейде осы мәселеге қатысты сұрақ жиі туындайды. Бұған қатысты сіз не айта аласыз? Бұл ауытқулар тұқым қуалайды ма? Медициналық деректерге қарағанда осы ақыл ойының дамуы, балалар психикалық дамуында бұзушылықтар балалар, бұлар тұқым қуалайды деген негізде бар. Белгілі бір деңгейде, иә? Белгілі деңгейде олар тұқым қуалайды. Түсінікті. Жалпы енді алдын алу шарасы қандай деп ойлайсыз өзіңіз? Мысалға, жай ата-ана, жүкті әйел мысалға, я болмаса шаңырақ көтерген жас отбасы, біз айтамыз баланы жоспарлау керек дейміз, ана мен баланың саулығы маңызды дейміз. Десек те айту бір бөлек және әрекет кейде кенжелеп қалып жатады. Сіз өзіңіз эксперт ретінде осы салаға қатысты қандай кеңестеріңізді айтар едіңіз? Осы бағана сіз айтып отырғандай дұрыс. Осы бағанағы деректер баланың жақсы өмірге сау бала келу, бұл ананың саулығына байланысты. Ананың саулығы әр отбасы шаңырақ көруде құрғаннан кейін де, оған дейін де 6 ай бұрын, мысалы баланы жоспарласа 6 ай бұрын анасы өзінің саулығын, денсаулығын тексеріп, егер несінде денсаулығында өзгерістер, ауыратын кейбір аурулар болса, соны тез арада емдеп, әсіресе қан жетіспеушілігі, анемия дейді ғой, сондай немесе инфекциялық ауруларды бірден емдеп, содан кейін бала жоспарлау қажет. Себебі баланың іште құрсақта кезінде 4 айлығында, 4 апталықта баланың бас ми қабаттарының түзілетін кезі, сол кезде маңызды. Осы кезде және жалпы осы 9 ай көтерген кезде, жүкті кезінде ана инфекциялық аурулармен ауырмау қажет. Өзін және тамақтануына көп көңіл бөлу керек. Қазіргі уақытта біздер енді байқаймыз, жастар, әсіресе жас қыздар, жас болашақ аналар қабат кезінде газды сусындар, чипсы, денсаулыққа зиян екенін біле тұра, мысалы сондай тағамдарды пайдаланады. Оның бәрі, мен айтар едім, қазір жалғыз мен емес, ғалымдар айтып жатыр, оның бәрі балаға әсер етеді. Соның ішінде осы аутикалық спектр бұзылып қалған балалардың өмірге келуіне себеп болуы мүмкін. Енді Бибігүл Сапарғалиқызы, соңғы минуттарымыз, әрине бұл өте ауқымды, өзекті мәселе, өйткені бұл мәселені білім беру жағынан да, медициналық жағынан да қарастыруға болады. Енді өзіңіз жалпы отбасында ерекше бала өмірге келсе, не істеу керек? Жас ата-аналарға жалпы кез келген отбасында ерекше бала өмірге келу қаупі демей қояйық, ықтималдылығы бар, оны ешкім ешқашан жоққа шығара алмайды. Дегенмен бұндай жағдай болса, әр адам рационалды түрде қандай әрекеттерді жасау керек? Жалпы ерекше баланың дүниеге келуі бұл қоғамның дерті деп айту керек. Соның ішінде енді жас қай отбасы болса да, бұл осы семьяға келген бір сынақ деп айтамыз ба, немесе бір үлкен жұмысты, үлкен маңызды көңіл бөлетін нәрсе деп түсінеді ғой енді. Әсіресе бала осындай бала дүниеге келгенде бүкіл отбасымен осы мәселеге көңіл бөлу керек. Біздер енді орталыққа келген балаларды байқап отырсақ, көбінесе анасы бір анасына тек жүктелген сияқты болады, міндет сияқты болады. Көбіне аналар жүреді, қайда да барса да аналар. Негізі біздерде орталықта әкелер қауымдастығы деген өзіміздің бір ұйым бар. Сол кезде біздер әкелерге де өзіміздің кеңестерімізді береміз. Себебі ананың мойнында көп жұмыс бар ғой, тамақ әзірлеу, кір жуу, үй жинау, тамақ әкелу деген сияқты. Сол кезде мысалы әкесі неге жұмыс жасамасқа, баламен жұмыс жасап, онымен көңіл бөліп сағаттар бойы баламен жұмыс жасап отырса, ол әрине балаға үлкен көмек болар еді. Енді ондай бала өмірге келетін болса, ол енді
жылап бағанағы әр жерге барып айқайлап немесе түңіліп бағанағы көп отбасылар ажырасып кетіп жатады, ондайға жол бермеу керек. Себебі бұндай балаларды дер кезінде емдесе, қоғамда бейімделуіне, әлеуметтенуіне бағанағы себепші болатын мектептер бар, арнайы балабақшалар бар. Атырау облысында арнайы бағанағы түзету кабинеттері бар, жекеменшік балабақшалар бар. Соларға апарып баланы дер кезінде олармен жақсы жұмыс жүргізіп, үйден және бағанағы бір мекеменің мамандары болып бірлесе жұмыс жүргізсе, баладан едәуір бағанағы нәтижелер күтуге болады. Себебі сөйлемейтін балалар сөйлейді, жүрмейтін балаларды емдегеннен кейін жүріп бағанағы алғашқы қадамдарын басады. Психикалық дамуындағы балалар бағанағы түзеліп өзінің қатарына қосылады. Ал қандай да болмаса мынандай ақыл ойында дамуында бұзылушылықтар бар балаларды да өмірге бейімдеу, олардың өздерінің арнайы бағдарламалары бар, арнайы бағанағы әдіс-тәсілдер бар. Біздер қолданып отырған сол балаларды өмірге әлеуметтенуіне, олардың сауаттануына жағдай жасаймыз. Түсінікті, Бибігүл Сапарғалиқызы. Енді қазір Қазақстан жалпы бүкіл әлемдік білім беру кеңістігінде инклюзиялық ортаны қалыптастыру, инклюзиялық білім, арнайы білімді беруді, ерекше балалар, ерекше азаматтарды қоғамға әлеуметтендіру бойынша көптеген халықаралық конвенцияларға қол қойып, келісім жасап жатыр. Өйткені әрбір қоғамның мүшесі толыққанды қоғамның игілігін алу керек деп айтамыз. Оның қасында әртүрлі мекемелерде қазір ерекше азаматтар сау адамдармен бірге жұмыс жасап жүр. Өзіңіз айтыңызшы, соңғы сұрағымыз болсын, сұхбатымыздың түйіні жалпы осы инклюзиялық орта, арнайы білім беру, ерекше балаларды әлеуметтендіру бағыты бойынша облыста қай бағытта жұмыстар әлі атқарылу керек, қай жағынан әлі дамытуды қажет етеді? Өзіңіз жалпы қалай көресіз бұл саланың перспективасын? Енді біздің облысымызда осы ерекше балаларға білім беру, тәрбие беру жөнінде арнайы мекемелер бар. Қазір жақсы бағандағы психологиялық, медициналық, педагогикалық консультация мекемелері ашылып жатыр. Түзету кабинеті тағы қосымша ашылды, енді тағы да ашылайын деп жатыр. Бұл мекемелердің әрине маңызы өте зор. Шағын жеке балабақшалар бар, бірақ енді бізде бағана тегін түрде қызмет ететін арнайы балабақшалар аз. Тек бір арнайы балабақша бар. Сонымен бірге мен айтар едім, біздерде көбіне осы мекемелердің көбі мектепке дейінгі, мектеп жасындағы бағанағы бастауыш мектепке баратын балалардың жасындағы балалар. Ал біздің мысалы облысымызда жоғарғы бағанағы орта жастағы балалар, жеткіншектер, әсіресе аутикалық спектрі бұзылған балаларға арналған арнайы мекеме жоқ. Себебі бұл балалардың енді өмірден олар барын алды, сөйлейді, бағанағы азды көпті оқи алады, жаза алады, бірақ ары қарай не істейді олар, болашақта қандай мамандық алады, соған бағана бағытталған бізде мекеме жоқ. Осы жағына көңіл бөлінсе. Енді қазір бір жақсысы, қазір енді не шықты, қаулы шықты, заңмен белгіленген әрбір балабақшада бағана инклюзивті білім беруге балаға және ассистент бөлініп жатыр, маманы. Мектептерде де бұрыннан уже келіп жатыр ғой. Мектептерде енді бұрын азғандай мектеп болса, енді қазір көбейіп жатыр. Ал енді биылдан бастап балабақшаның өзінен бір балаға ассистент бөлініп, сол заңды қарастырылды. Сол менің мысалы айтатын бағана ұсынысым, осы орта жастағы балалар мен жеткіншек балалар, әсіресе бағана аутикалық спектр бұзылған балалар, ақыл ой дамуы бұзылған балаларға арналған арнайы мекемелер көптеп ашылса. Демек, ерекше білім беруді қажет ететін жалпы азаматтарға өмір бойы қамқорлық керек. Өйткені олар тек бала кезінде белгілі бір дағдыларды ғана игеріп қоймай, өмір бойы қатарындағы сау адамдар сияқты қалыптасып, қоғамға өзінің үлесін қосып, толыққанды өмір сүру керек қой. Сондықтан бұл мәселеге келетін болсақ,
яғни инклюзия саласы әлі де дамытуды, жан-жақты зерттеуді қажет ететінін аңғаруымызға болады. Бибігүл Сапарғалиқызы, алтын уақытыңызды бөліп Азан радиосының Білімленд хабарының қонағы болғаныңыз үшін сізге алғыс білдіреміз. Еңбекте табыс тілейміз. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен жұмысыңыз алға өрлей берсін. Және осы сәтті пайдалана отырып барлық тыңдармандарымызға айтарымыз, егер отбасында өздеріңіздің шаңырақтарыңызда, балаларыңызда қандай да бір ауытқушылықтар байқалса, ерте уақыттан бастап дабыл қағып, тиісті мамандардың көмегіне жүгініп, баланың бақытты болашағына жол ашыңыз дегіміз келеді. Эфирде Білімленд хабары тәмам. Келесі хабарға дейін аман сау болыңыздар. Еліміздің және әлемдік оқу орындары туралы ақпараттар мен ғылыми жаңалықтарын Азан радиосы эфирінде әр сенбі және жексенбі күндері сағат 16:10-да Білімленд хабарынан тыңдаңыз.